Сәлем достар! Сага мен Нура эфирде. Әне өздерін көріп тұрғандай Нұрғасыр тағы да телефон ойнап отыр. Жүріңдер, барып көрейік. Нұрғасыр, не ойнап отырсың? Сағадат, қараш. Мен осылай секірсем ғой. Бірақ бізге ата-анамыз рұқсат бермейді. Бір жерді ауыртып аласың деп. Немесе астындағы көршілер келіп бізге ұрсады. Иә, менің анам да тура солай айтады. Сен білесің бе? Осылай секіруді паркур деп атайды. Ал осымен айналысушыларды трейсерлер деп атайды. Сен бір дұрыс емес қимыл жасасаң, сенің трейсің бітті. Сондықтан өте абай болу қажет. Сағадат, біз өміршадан өнерлерін қайдан аламыз? Мынау бейнероликте бәрі адамдар шетелде тұрады. Нұрғасыр, мендей досың барда несіне уайымдайсың? Мен қазір сені тартылыс деген секіру орнына апарамын. Сағадат, шын ба? Сен өтірік айтып отқан жоқсың ба? Иә, тек қана спорт киімдеріңді ұмытпа. Достар, бүгін өте қызық болатын сияқты. Достар, сендер бізбен бірге болыңдар. Сәлем, Нура, Сага. Қалайсыңдар? Жақсымыз. Өзіңіз қалайсыз? Мен өте жақсымын. Сендер біздің батут паркымызға келгенде қауіпсіздік ережелерді сақтау керексіңдер. Біріншіден, қолдарыңды, аяқтарыңды ауыртып алмаңдар. Жақсы ма? Батутта бір-бірден секіріңдер, кезек-кезек. Дайынсыңдар ма? Иә. Паркур әдісімен секірудің ең алғашқы қалыптастырушысы француздық өрт сөндіруші Дэвид Белл. Ол осы салада кездесетін қиындықтардан оңай әрі тез өте білу үшін қол астындағыларды шапшаңдыққа, мықтылыққа баулған. Осыдан соң паркур қалыптасқан. Алдыңнан шығар асуды жылдам әрі оңай бағындыру дегенді білдіреді. Паркур спортында жүгіру, секіру, ептілік, жылдамдық сияқты элементтердің бәрі бар. Паркур әдісімен секіріп, кедергілерден жылдам өтетін спортшыларды трейсерлер деп атаймыз. Секіру алаңына келгенде қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Біріншіден, спорттық немесе ыңғайлы киім кию, секірмес бұрын денені қыздырып дайындалу, жаттықтырушының рұқсат еткен биіктігінен ғана секіру, далада секірушілерге қауіпсіздік бас киімдері мен қолғаптар кию керек. Достар, сендер білесіңдер ма? Паркур француз тілінен аударғанда арақашықтық деген сөзді білдіреді екен. Достар, паркур жылдамдыққа, дәлдікте білдіретін спорттың түрі. Сондықтан маған ұнап жатыр. Қаныңыз қалай мен секіре аламын?
Нұрғасыр, саған бүгінгі күн ұнады ма? Иә, өте қызықты болды. Достар, сендер не дейсіңдер? Ескертейін, осындай дайындықты арнайы мамандармен жасау керек. Достар, келесі біздің блокты өткізіп алмаңдар. Дос, балбан қосыла тұрсын. Ал енді біз бүгінге жеткілікті секірдік. Енді үйге барып, бір орында тамжылмай отырып, үй жұмыстарымызды жасайық. Дұрыс айтасың. Достар, үй жұмысты жасауға ұмытпаңдар. Келесі кездескенше. Сау болыңдар.